Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет сусын дайындайтын боламын. Гемоглобиндеріңіз төмен, әлсіздікті сезініп, бастарыңыз айланып жүрсе, міндетті түрде осы сусынды жасап көріңіздер. Нәтижесі өте керемет. 15 күннің ішінде гемоглобиндеріңіз көтеріліп, результатын көретін боласыздар. Жиі жасап ішуге кеңес беремін. Ең алдымен бізге мейіз қажет болады. Мейізімізді осылай ыстық суға жуып аламыз. Асылап мұздай суменен 2-3 мәрте шай ішсеңіздер де болады. Сонымен мейізімізді осылай сүзгіштен сүзіп тазалап аламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай қап-қара кір шықты. Таза сумен тағы 1-2 мәрте шай ішсеңіздер болады. Бізге енді қызылша қажет болады. Қызылшаны жақсылап пісіріп алдым. Піскен қызылша болу керек. Енді соны жақсылап сыртын ашып, сосын жақсылап түркіден өткізетін боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дегендей, осылай гемоглобиндеріңізді осындай табиғи жолменен дәрісіз осылай көтеріп алыңыздар. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай 2 қызылшамызды осылай түркіден өткізіп алдым. Енді кеңдеу ыдысқа осылай салып, қызылшамызды ең алдымен мейізімізді саламыз, және де нағатымызды салып, 1 күнге ыстық суға демдеп қойсаңыздар болады. Қайнап тұрған су құйып, болмаса мұздай су құйып, 10-15 минут қайнатсаңыздар болады. Ол енді өз қалауларыңыз бойынша. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар тіркеліп, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Менің каналымда видео бөліміне өтсеңіздер, сол жерде көптеген пайдалы видеолар бар. Соларды ашып көрсеңіздер болады. Сіздерге пайдаларыңызға жарайтынына сенімдімін. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.